Екінші күн. Уайымды босату. Кеше біз бірінші қадамды жасадық. Бір сәтке тоқтап, жүрегімізді тыныштандырдық. Ал бүгін екінші күн. Екінші қадам. Бүгін біз ішімізде көтеріп жүрген уайымның салмағын аздап босатуға тырысамыз. Барлығын бір күнде шешуге тырыспаймыз. Барлығын бақылауға да тырыспаймыз. Бүгін біз тек қолымыздан келмейтін нәрсені Аллаға тапсырып, жүрегімізге тыныштық беруге тырысамыз. Егер осы 7 күндік жолды бізбен бірге бастап жатсаңыз, келесі бірнеше минутты тек өзіңізге арнаңыз. Бүгін 2 күн. Уайымды босатудан бастайық. Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз немесе жатыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Иығыңызды босатыңыз. Қолыңызды еркін қойыңыз. Енді терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Тағы да. Тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Әр дем шығарған сайын денеңіздегі кернеудің азайып бара жатқанын сезініңіз. Дәл қазір сізге ешқайда асығудың қажеті жоқ. Ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Алдағы бірнеше минутта ешқандай мәселені шешудің қажеті жоқ. Бұл уақыт сіздің жүрегіңізге демалу үшін берілген уақыт. Енді өзіңізден ақырын сұраңыз. Қазір менің жүрегімді не мазалап жүр? Жауапты іздеуге асықпаңыз. Тек тыңдаңыз. Мүмкін болашақ туралы ой шығар. Ақша туралы уайым шығар. Балаңыз үшін алаңдайтын шығарсыз. Отбасыңыз туралы, денсаулық туралы, жұмыс туралы, немесе ешкімге айта алмай жүрген бір мәселе бар шығар. Оны қуып жіберуге тырыспаңыз. Онымен күреспеңіз. Тек оның бар екенін мойындаңыз. Енді сол уайымды қолыңызда ұстап тұрған ауыр жүк сияқты елестетіңіз. Сіз оны қанша уақыттан бері көтеріп келе жатырсыз? Бір күн бе? Бір апта ма? Бір ай ма? Мүмкін одан да ұзақ шығар. Сіз шаршаған болуыңыз мүмкін. Өйткені жүректе шаршайып, үнемі ойлаудан, үнемі қорқудан, үнемі не болады деп сұрай беруден. Жүректе шаршайды. Сондықтан бүгін өзіңізге бір нәрсеге рұқсат беріңіз. Сол жүкті бірнеше минутқа жерге қоюға. Терең тыныс алыңыз. Ал дем шығарған кезде уайымның бір бөлігін босатып жатқаныңызды елестетіңіз. Тыныс алыңыз. Және босатыңыз. Тағы бір рет. Тыныс алыңыз. Және босатыңыз. Енді іштей айтыңыз. Мен бәрін бақылауға міндетті емеспін. Тағы бір рет. Мен бәрін бақылауға міндетті емеспін. Мен қолымнан келгенін жасаймын. Ал қолымнан келмейтінін Аллаға тапсырамын. Осы сөздерді асықпай қабылдаңыз. Кейде біз өзіміз өзгерте алмайтын нәрселерді де ойымызда қайта-қайта өзгертуге тырысамыз. Кеше болған нәрсені, ертең не болатынын, басқа адамның шешімін, басқа адамның ойын, бәрін бақылағымыз келеді. Бірақ жүрекке тыныштық кейде барлық сұрақтың жауабын тапқанда емес. Бәрін бақылаудың қажеті жоқ екенін қабылдағанда келеді. Өткенді өзгерте алмаймыз. Болашақтың әр сәтін алдын ала біле алмаймыз. Бірақ дәл қазір, осы сәтте тыныс ала аламыз. Шүкір ете аламыз. Дұға ете аламыз. Қолымыздан келетін бір қадамды жасай аламыз. Ал қалғанын Аллаға тапсыра аламыз. Енді алақаныңызды жүрегіңіздің үстіне қойыңыз. Жүрегіңіздің соғып тұрғанын сезіңіз. Және іштей ақырын айтыңыз. Я Алла, жүрегімдегі уайымды өзіңе тапсырамын. Мен көрмеген жолды сен көресің. Мен білмегенді сен білесің. Маған сабыр бер. Жүрегіме тыныштық бер. Маған дұрыс қадам жасауға күш бер. Енді терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Сізге дәл қазір барлық жауаптың қажеті жоқ. Осыны есіңізде сақтаңыз. Барлық жауап бүгін келуге міндетті емес. Кейбір жауап уақытпен келеді. Кейбір есік кейін ашылады. Кейбір нәрсенің не үшін болғанын біз тек уақыт өткен соң түсінеміз. Сондықтан бүгін болашақпен күресуді бір сәтке тоқтатыңыз.
Өзіңізге айтыңыз. Бүгінгі күнге ғана назар аударамын. Бүгін қолымнан келетін нәрсені жасаймын. Ертеңгі күннің уайымын бүгін көтермеймін. Енді өміріңіздегі бір жақсы нәрсені еске түсіріңіз. Өте үлкен нәрсе болуы міндетті емес. Бүгін ішкен бір кесе шай болуы мүмкін. Жақын адамыңыздың дауысы, балаңыздың күлкісі, үйіңіздегі тыныштық, таңғы күннің жарығы, біреудің жылы сөзі, немесе дәл қазір тыныс алып отырғаныңыз. Сол бір нәрсені ойыңызда ұстап тұрыңыз. Және айтыңыз: осы нығмет үшін шүкір. Тағы бір нәрсені еске түсіріңіз. Бұл үшін де шүкір. Тағы біреуін. Бұл үшін де шүкір. Байқадыңыз ба? Уайым бізге жетпей тұрған нәрсені көрсетеді. Ал шүкіршілік қазірдің өзінде бар нәрсені қайта көруге көмектеседі. Сондықтан уайым келген сайын өзіңізден сұрап көріңіз: дәл қазір мен не үшін шүкір ете аламын? Бір ғана жауап жеткілікті. Енді менімен бірге асықпай қайталаңыз: мен өткенді өзгертуге тырыспаймын. Мен болашақты толық бақылауға тырыспаймын. Мен бүгінгі күнмен өмір сүремін. Мен қолымнан келгенін жасаймын. Қалғанын Аллаға тапсырамын. Жүрегіме тыныштықты таңдауға рұқсат беремін. Бүгінгі күнім үшін шүкір. Барым үшін шүкір. Көрген жақсылығым үшін шүкір. Алдымда тұрған жол үшін де шүкір. Енді соңғы рет терең тыныс алыңыз. Деміңізді бір сәт ұстап тұрыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Иығыңызды босатыңыз. Жүзіңізді босаңыстыңыз. Жүрегіңізге назар аударыңыз. Медитацияның басында ойлаған уайымыңызды қайта еске түсіріңіз. Ол әлі де болуы мүмкін. Біз оны сиқырмен жоғалтқан жоқпыз. Бірақ дәл қазір сіз оны жалғыз көтеруге міндетті емес екеніңізді еске түсірдіңіз. Қолымыздан келгенін жасаймыз. Қолымыздан келмейтінін Аллаға тапсырамыз. Және жолымызды жалғастырамыз. Бүгін сіз 7 қадамның екіншісін жасадыңыз. Кеше жүректі тыныштандырдық. Бүгін уайымды босатуды үйрендік. Ал ертең 3-ші қадамға өтеміз. 3 күні біз күнделікті өмірде байқамай жүрген нығметтерімізді қайта көруге және оларға шын жүректен шүкір етуге назар аударамыз. Сондықтан осы 7 күндік жолды жарты жолда қалдырмаңыз. Күніне 10 минут. 7 күн. 7 қадам. Ал бүгінгі күніңізге алып кететін бір ғана ой болсын: мен бәрін бақылауға міндетті емеспін. Қолымнан келгенін жасаймын. Қалғанын Аллаға тапсырамын. Дайын болған кезде көзіңізді ақырын ашыңыз. Жүрегіңіз жеңіл болсын. Ойыңыз тыныш болсын. Күніңіз берекелі болсын. Шүкір.